керек дейді. Бүгін мен бір шаруаны істедім ба, болды, ертең күні сол шаруаны бықсып қайтадан жасып отырмау керекпін. Кетті, мен ары қарай келесі күні басқа бір Эфирдан. Эфир. Керегін. Раушан. Түйе түсінің Қазақстан туы. келесі күні басқа бір программа, басқа бір кітап. Кеше бір кітапты оқыдым ба, бүгін басқа бір. Кеше әйелдердің 30 хадисін осы жерден ару керек. Кейде көресің қыздарды, ішкі әлемі керемет жақсы. Қызметке ұстаз, не қандай қызмет сізге, қандай қызметте болайын, не істесек болады, Алла разы болатын, қандай іс жасасам болады. Біреу ауырып қалса, тамақ жасап апарып беруге не істесем екен деп, кез келген мешітке барса, мешітке барып тазалап беруге бола ма, ұстаздарға қалай жаңағы шығып айтсақ болады, барып тазалағым келеді. Ішкі жан дүниесі бай да, руханият ол адамда бай. Бірақ сыртқы бейнесінде қалай болса солай әйтеуір намазникті киіп жүре береді бір намазникпен. Киімдері жоқ емес бар, алмауға жағдай жоқ емес бар. Бірақ әйтеуір бір енді қарапайым болу керек дейтін нәрсені миға салып алады да әйел адамдар. Сөйтіп сол нәрсемен әйтеуір бір орамал түтіліп кеткен байғұс. Үйінде 99 орамал жатыр пакетте новый болып. Бірақ анау сол маған қолайлы деп жүре береді да. Кешіріңіздер. Исламда әйел адамның ішкі жан дүниесі қалай сұлу болатын болса, сыртқы жан дүниесі де солай болу керек. Сіздің сыртқы қандай келбетіңіз әдемі болса, дәл солай жан дүниеңіз сұлу болу керек. Сол үшін ол қыздармен не істеймін мен? Ақырын, әрине бірден айтып басталмайсың ондай адамдарға, бірақ ақырын не істейміз? Оны насихатында жеке өзімен қалған кезде айтамын. Әдейі сыйлаймын сыйлыққа. Осыны ешкімге хадия етіп қоймаңыз. Мен осы сіздің үстіңізден көргім келеді. Осы орамалды сіздің басыңыздан көргім келеді деп әдейі айтамын да. Бір қарайсың, ол басқа нәрсемен келеді. Екі қарайсың, ассалаумағалейкум. Екінші рет қарайсың, уже ол басқа неде келеді да, киімде. Сөйтіп, уже ол адамның ренжімейтін сізге отношение, жаңағы қарым-қатынас келеді ғой, сол кезде айтасың да. Мен бір кездері мен қазір бір нәрсе айтамын, бірақ сен көңіліңе алып қалма. Сіз басында осылай жүретінсіз. Мен сіздің ішкі жан дүниеңізді сондай жақсы көремін. Мен сіздің ішкі жан дүниеңізге ғашықпын. Сіз сондай тазасыз. Ішкі жан дүниеңіз сондай пәк.